Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қамыр кеседегі қуырдақ дайындау рецептімен бөлісемін. Өте дәмді тағамдардың бірі. Қамыр үшін бізге 650 грамм ұн, 1 жұмыртқа, 1,5 шай қасық тұз, 100 грамм ерітілген сары май және 200 мл-дей су қажет. Бәрін араластырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Салмасына 1 пиязды жарты сақиналап тураймыз. Сәбізді 4 бұрыштап тураймыз. Етті орташа бөліктерге бөліп тураймыз. Картопты текшелеп тураймыз. Қызанақты да текшелеп тураймыз. Табаны қыздырып, шамамен 100 мл-дей май құямыз. Етті салып, суы тартылғанша 7 минуттай қуырамыз. Үстіне пияз бен сәбізді салып 5 минуттай қуырамыз. Үстіне 3 шай қасық тұз, 1 шай қасық қара бұрыш, 1 шай қасық паприка, 2 шай қасық қызанақ пастасын салып араластырамыз.
Қамырды 9 бөлікке бөлеміз. Қамырды видеода көрсетілгендей жайып, кесенің үстіне жабамыз. Дәл осылай барлық кеселерді дайындаймыз. Бір жұмыртқаның сарысына бір ас қасық сүтті араластырып, үстіне жағамыз. Жақсылап жағып болғаннан кейін, күнжіт дәндерін сеуіп, 200 градус қызып тұрған пеште 30 минут пісіреміз. Үстіне қызанақты және картопты салып араластырып, үстіне 1 стакан жылы су құйып, 30 минут бұқтырамыз. Кеселеріміз дайын. Жабысып қалған шеттерін пышақтың ұшымен ажыратып дайындаймыз. Тамағымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Өз қалауларыңызға сәйкес безендіріп, дастарханға ұсынуларыңызға болады.